Бәріңізге сәлем, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің арнамызда көтерілетін тақырып ресейлік Камызяки тобының концерті Қазақстанда болмайтыны туралы. Қазақстандық әлеуметтік желі қолданушылары Ресей басып алған Украинаның Донецк облысында өнер көрсеткен Камызяки тобының Астана мен Алматы қалаларында өтетін концерттеріне тыйым салуға шақырып, қол жинай бастаған еді. 12 қыркүйектегі мәлімет бойынша Алаш онлайн сайтында жарияланған петицияға қол қойғандар 3000-нан асқан. Камызяки КВН командасына ұлты қазақ ресейлік әзілкеш Азамат Мұсағалиев жетекшілік етеді. Олардың Донбастағы концертте соғысты қолдап ән шырқағаны желіде кең тарады. Бұдан соң Қазақстанда ресейлік әзілкештердің концерт өткізуіне бойкот жариялауды талап еткендер көбейді. Біз, қазақстандықтар, Украинаның егемендігін қолдаймыз және оған қарсы агрессияны қолдайтын адамдарды елімізде көргіміз келмейді. Біз бейбіт елміз, бейбіт халықпыз деп жазған петиция авторы Ирина Торопова. Камызяки тобының концерті 5 қазанда Алматыдағы Алматы Арена сарайында, 7-8 қазанда Астанадағы Конгресс холлда өтеді деп жоспарланған. Мұсағалиев жергілікті Upload ТВ телеарнасына берген сұхбатында Ресей аннексиялаған Донецк облысының тұрғындарына бейбіт өмір тілейтінін, Украинада соғысып жүрген орыс солдаттарымен кездескенін айтқан. Действительно, все приехали. Оно очень впечатляет место, реально трогает за душу. Мы еще узнали много историй, связанных с этим местом. И, честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки по коже. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мира. Самое главное — мирного неба над головой. И здоровья, и улыбок близких обязательно. Это самое главное, что есть вообще в любое время у любого человека. Это самое главное, самое ценное, чтобы в семье все было хорошо. И самое главное, были здоровы и счастливы. 8 қыркүйекте өткен концерттен кейін Украина билігі Мұсағалиевті орыс фашистік басқыншыларға және террористерге көмектесушілер тізіміне енгізген. Мұсағалиев бойкот пен петиция жөнінде әзірге түсініктеме берген жоқ. Ол Инстаграмдағы парақшасында пікір жазуды өшіріп тастаған. Камызяки тобының ресми парақшасы да бұл туралы ештеңе жарияламады. Желі қолданушылары концертке қарсымыз, Камызяки келмеңдер, сендерге Қазақстанға жол жабық, соғысты қолдайтын артистерге жол жоқ деген мазмұнда пікір жазып жатыр. Осыған дейін Қазақстан Ресей артистері Полина Гагаринаның Астанада, Григорий Лепстің Қонаевта, Лариса Долинаның Қарағандыда жоспарланған концерттеріне тыйым салған еді. Ресейдің Украинаға басқыншылығын қолдаған бұл артистерді қоғамда Z әншілер деп атау үрдісі пайда болды. Бүгінгі келіп жеткен ақпаратта Камызяки тобының ұйымдастырушылары ресми түрде Қазақстандағы концерттерінің өтпейтінін хабарлаған. Бұл туралы ақпарат VI Project Event агенттігінің негізін қалаушы Ольга Лидің парақшасында жарияланды. Негізі Қазақстан халқы, Қазақстан көрермендері Мұсағалиевтан бұндай қадамды күтпеген еді. Бірақ енді өкінішке орай осылай болды, және ол автоматты түрде соғысты қолдайтын немесе соғыстың жанашырлары қатарына кіріп кетті. Жалпы Қазақстан Украинада болып жатқан әділетсіз соғысқа өзінің позициясын анық білдірді. 2022 жылы Ресей президенті Владимир Путин мен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысқан Санкт-Петербургта өткен экономикалық форумда біздің президентіміз Донецк халық республикасы және Луганск халық республикасы жікшіл аймақтарын Қазақстан мойындамайды деп басып айтқан еді. Міне бүгінгі жаңалық осындай болды. Құрметті достар, арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.